Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Қашықтықтан оқыту ел тарихында алғаш рет болып отыр. Мұндай сәтке сізге де, сіздің оқушыларыңыз бен ата-аналарыңызға үйрену өте қиын болып отыр. Сол себепті сіздерді қолдау мақсатында өз ұсыныс кеңесімді жолдаймын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Ғафу Қайырбеков. Құрметті мұғалім, әр күні таңертең тұра сала, бүгінгі күніңізге сәттілік тілеңіз. Айнаға қарап өзіңізді реттеп алған соң, мүмкін болса 5-10 минут дене жаттығуын жасаңыз. Таңғы ас ішіп болған соң, жарқын даусыңызбен, көңілді екпінмен қашықтықтан сабағыңызды бастаңыз. Әр күні сізде бүгінгі күнім сабағым жақсы өтеді деген ой мен жауапкершілік болсын. Қашықтықтан білім беретін сыныптарыңызда жаңадан келген оқушылар болуы мүмкін. Немесе сіз жаңадан сабақ беретін пән мұғалімі болсаңыз, міндетті түрде оқушылар чатына видео, аудиозаписпен өзіңізді таныстырыңыз. Әсіресе бұл 1 және 5 сынып оқушылары үшін өте маңызды. Тапсырмаларды орындап жіберген оқушыларға смайлик, жазбадан бөлек дыбыстық хабарлама арқылы кері байланыс жасаңыз. Қашықтықтан білім алып отырған оқушы үшін сіздің шынайы өз даусыңызбен айтқан бағалау комментарийіңіз ынталандырып, белсенділігін арттырады. Сабақ беретін сыныптар тізімін шығарып алыңыз. Күнделікті тапсырманы орындап отырған оқушыны белгілеп, апта соңында сабаққа қатыспаған оқушыларды анықтауыңызға ыңғайлы, әрі электронды журналға баға қоюда қиындық туындамайды. Қашықтықтан білім алып жатқан оқушыларыңыздың үйдегі мүмкіндік жағдайын ескеруге тырысыңыз. Үй жағдайында қашықтықтан білім беріп отырған сізге де оңай емес. Отбасы мүшелерінің іс-әрекеті, үнемі бір бөлмеде компьютер, телефон, кітаптармен кешке дейін отыру шаршатып жіберуі мүмкін. Өзіңізге 10-15 минут үзіліс жасап, дене жаттығуын жасаңыз. Бөлме ауасын тазартып, көңілді әуенге билепте алыңыз. Жұмыс бөлмеңізден шығып, тәттімен шай ішіп, жұмыс үстеліңізге қайта отырыңыз. Әр апта біткенде өзіңізге уақыт арнауға, демалып серуендеуге, бір сәт отбасыңызбен көңілді отырыс жасауға жоспар құрыңыз. Отбасы мүшелерімен қарым-қатынаста өз жұмысыңызбен байланыстырмаңыз. Күлкі адамның өмірін ұзартады. Қуанышты, позитивті эмоцияда жүріңіз. Оқушыларыңыздың дұрыс емес орындаған тапсырмалары үшін тым әсерленіп, ашуға берілмеңіз. Жақсы нәтиже бергенше сабырлық танытыңыз. Денсаулық басты байлық. Жақсы көңіл-күй жанға қуат береді. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Жұмысыңызға сәттілік, ардақты ұстаздар.